Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ауылбай Асеке. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында қалай пышақ қайыруға болатынын көрсеткім келіп отыр. Достар, сосын мен ешқандай да жаңағындай пышақ қайрап жүрген мастер емеспін, бірақ өзімнің пышақтарымды өзім қайрап алуға қауқарым жетеді. Мысал ретінде мына пышақты қайрап көрсетейін деп отырмын. Короче, үйде мынандай пышақ тауып алдым, міне. Пышақтың жағдайы шамалы. Короче, не істеп көрсетейінші. Былай көрсете алатын болса. Пышақтың жағдайы өте шамалы деп айтуға болады. Несі көрінетін болса, мына жерлерінде. Короче, жүзі кеткен да мына пышақтың. Осы пышақты мысал ретінде қазір қайрап көрсететін болам. Сосын достар, бұл пышақты қайрау үшін мен ешқандай да инструмент қолданбаймын. Инструмент болғанда электроинструмент қолданбаймын, яғни станок қолданбаймын, болгарка қолданбаймын. Бұл пышақты кәдімгі қайраққа қалай қайрауға болатынын көрсететін болам. Сосын достар, егер де сіздер менің YouTube каналыма жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Достар, бұл пышақты қайрамастан бұрын, короче, ең бірінші бұл пышақтың өткірлігін тексеріп қараймыз. Өткірлігін тексеру үшін кәдімгі қарапайым қағаз қолданамыз. А4 қағаз қолданам қазір. Ондай міне любой А4 қағаз аламыз. Қағазды турап көреміз. Бұлайынан. Жалпы қағазды кесіп тұр. Қағазды кескенде жалпы бұл пышақ қағазды кесіп тұр. Бірақ қазір жақыннан көрсетейін. Бұл пышақ қағазды жыртып тұр, міне. Көріп отырғандарыңыздай мынандай қылып жыртып тұр. Мынандай қылып жыртады, себебі бұл өткір емес. Мына жағын қарайтын болсақ, мына жағыда да сондай жыртып тұр. Мынаны қарайтын болсақ, мына жағы да сондай, міне. Жыртылған, яғни бұл пышақ өткір емес деген сөз. Кеше мынандай пышақ қайрап қойдым, короче. Сол пышақтың өткірлігін қарап көреміз. Қазір міне мынандай пышақ қайрап қойдым. Мына пышақта жағдайы нашар еді. Кеше қайрадым 1-2 сағат. Қазір мына пышақтың өткірлігін қарап көреміз. Яғни қайралмаған пышақ пен қайралған пышақтың қандай болатынын қараймыз қазір. Мынау кескенім, короче, мына кескенім қайралған пышақпен кескенім, міне. Ондай қатты жыртылмаған. Мынандай болып жыртылған, міне. Қайралмаған пышақпен кескеннен кейін. Яғни қайралған пышақ пен қайралмаған пышақтың айырмашылығы осыда. Бұл жағы түсінікті деп ойлаймын. Енді мына пышақты да мен бір идеально қылып қайрадым деп айтпаймын. Тағы да бұл пышақты қайраңқырау керек. Сол кезде бұл пышақты, короче, любой нәрсеге қолдануға болады деп ойлаймын. Бұл түсінікті деп ойлаймын. Енді мына пышақты қайрау үшін мынандай обычный затты қолданатын болам. Қайрақ. Мынандай қайрақ кез келген адамның үйінде бар шығар деп ойлаймын. Жалпы мынау советский қайрақ. Мынандай қайрақ қолдансаңыздар болады. Өздеріңіз білесіңіздер. Ол жағын. Короче, енді
Бұл пышақты қайрау үшін қалай қайраймыз? Пышақтың жүзін былай қайрайым. Короче, міне қайраққа жүзін тигізем. Мына жүзі жоқ жағын сәл көтеріп ұстайым. Яғни былай қайрайым. Былай, былай, былай. Мына бетін былай, былай, былай. Яғни қайрақпен осылай қайрайтын боламын. Яғни қайрау жағы түсінікті деп ойлаймын да. Сосын достар, бұл пышақты қайрақпен қайрап болғаннан кейін любой мынандай керамический немен, ыдыспен, керамика, мынандай нәрсе, свиттің нәрсесі ол, тоққа арналған нәрсе. Осымен былайынан тартатын болам. Яғни бірінші мына қайрақпен грубо не шығарып аламыз? Жүзін шығарып аламыз. Қайырылған жерлер болса түзетіп, соңында мынаумен былай қайрап жібереміз. Где-то бір 5 минут қайрасақ жеткілікті болады. Уже пышағымыз бірдеңеге жарайтын болады. Сосын именно мынандай нәрсе емес, любой ыдыс қолдана берсеңіздер болады. Пышақ қайрау үшін, яғни соңғы точканы қою үшін любой керамика қолдануларыңыз болады. Мысалы үшін міне мынандай ыдыс бар, міне мынандай ыдыс, түбі мынандай керамика, мынау қазір міне бұл жағда түсінікті деп ойлаймын да. Любой керамикалық ыдысты қолдануларыңызға болады, түбін. Сонымен достар, пышағымызды қайрап бастаймыз. Сосын достар, пышақ қайраған кезде қолдарыңызға міндетті түрде қолғап киіп алғандарыңыз дұрыс, себебі пышақ өткір болғаннан кейін қолыңызды кесіп кетуі мүмкін. Достар, пышағымыздың жүзі шыққан сияқты, жүзі қайырылған жерлері кеткен сияқты уже. Қарасақ, более-менее нормально. Енді бұл пышақпен қазір тағы да бұл пышақпен қазір қағаз кесіп көреміз. Қалай болады екен? Камерамды бүйтіп алайыншы. Фокусировкасын дұрыстап алайық. Более-менее
Жаңаға қарағанда нормально, уже жыртпай тұр, нормально кесіп тұр. Примерно нормально кесіп тұр. Міне. Фокусировка. Енді бұны, мына пышақты мынаумен 1-2 рет тартып жібереміз. Достар, айтпақшы, сосын керамикамен қараған кезде де пышағымыздың жүзін керамикаға тигіземіз. Мына тупой жағын, яғни жүзі жоқ жағын сәл көтеріп ұстаймыз. Пышағымыз жаңағыдай не болмаса да, алмастай өткір болмаса да, нормально болды, қолдануға болады. Ал енді қағаз турап көреміз. Достар, міне уже тағы да камераны несейін, жақындатайын, тағы да 1-2 не кесейін да. Міне достар, уже пышағымыздың жағдайы уже әлде қайда жақсы болды жаңаға қарағанда. Мынандай қылып кесіп тұр уже. Лайнан тағы кесіп көрсетейін. Фокусировкамызды алыстатайық. Мен достар, көріп отырғандарыңыздай пышағымыздың жағдайы әлде қайда жақсы болды. Яғни пышағымыз өткір болып бастады уже. Тағы да кішкене қайрайтын болсақ, негізі бұдан да өткір болады. Мен просто бұл видеода сіздерге пышақты мен қалай қайрайтынымды көрсетіп отырмын. Жалпы керамикамен пышақ қайрауды, мынандай керамикамен пышақ қайрауды мен жалпы бұрыннан бері көріп жүрмін. Үйде әкем істейтін еді. Пышақтарды керамикамен қайрайтын еді әкем. Жақында бір адамның ютубтан видеосын көріп қалдым. Тоже керамикамен пышақ қайрап жүрген. Жалпы мен керамикаға мынандай өзім қайрақты қостым. Себебі пышақтың бірінші жүзін, яғни майысып атырған, жаңағыдай қайырлып атырған жүзін дұрыстап аламыз кішкене. Мынандай грубый қайрақпен. Содан кейін ғана уже керамикамен тартып жүреміз. Сол кезде пышағымыз өте өткір болады. Достар, сонымен үй жағдайында пышақты қалай қайрайтындарыңызды түсіндіңіз деп ойлаймын. Сондықтан да мен бұл видеоны осы жерден аяқтағым келіп отыр. Егер де бұл видео сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, әртүрлі әлеуметтік желілерде достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сонымен келесі видеода кездескенше.